Әрбір ана өз баласын емдеуге қабілетті. Баласына ғана емес, бауырларына да, жалпы отбасына қолындағы биотогы арқылы көмек беріп, емдеп, жаман энергиядан, тіл көзден тазарта алатын қабілеті бар. Ең бастысы осы қолдағы биотокты ашу керек болады. Және де оны қалай пайдалану керек екенін білу керек. Онымен қоймай тек қана жақындарын ғана емес, өзін де осы биотогы арқылы тазалай алады. Осы биотог арқылы емдеуді, тазалауды, тіл көзден, жаман негативтерден, иммунитеті слабый, әлсіз балалар болатын болса, сіз өзіңіз тазалап балаңызға көмек бере аласыз. Ол үшін жаңағыда айтып кеткенімдей, мынаны қуаттап және де қалай пайдалану керек екенін білу керек. 10-шы қыркүйек күні менің сабағым басталады. Ол сабақта қолдағы биотог арқылы отбасыңызға көмектесуді, балаларыңызға көмектесуді үйренесіз. Сонымен қатар үйіңізді жаман негативтерден, тіл көзден, қарғыс дуадан тазалай аласыз. Осы сабақта барлығын үйреніп, өмір бақиға өзіңіздің отбасыңызға көмектесіп, мына Құдайдан берілетін несібе мүмкіндіктерге жол ашыңыз. Балаңыз көп аурушаң болса, ауырып қала беретін болса, осы нәрсені оқып алып, отбасыңызға көмек беретін болсаңыз, қолыңызда бұл алтын қазына, ешкім тартып алмайтындай алтын қазына болып қалатынына мен уәде беремін. Сабаққа жазылам дейтін болсаңыз, төменге сабаққа қатысқым келеді деп жазып кетіңіз. Мен сізге дайректке толық ақпарат беретін боламын.